Өңір жаңалықтарына ойыссақ, Конституция күніне арналған маңызды шаралар Ақтөбе облысында кеңінен ұйымдастырылды. Бірқатар өндірістік және әлеуметтік ғимараттардың тұсаукесері өтті. Соның бірі қуаттылығы жылына 5000 тонна консерві шығаратын өндіріс орны. Консерві өнімінің жаңа өндірісін іске қосуға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Консервіленген ет өнімдерін шығаруда Айбек ауылдық тұтыну комбинаты қолға алды. Ұйым 2007 жылы Алға ауданында 10 шақты шаруа қожалығы негізінде құрылған болатын. Өзінің жер телімдерімен бір ауысымда 8 тоннаға дейін өнім өндіретін мал сою цехы бар. Бүгін консервіленген ет өнімдерін шығару желісін іске қосқан комбинат басшысы облыс әкіміне өз шаруашылығын бағыт-бағдар туралы да айтып берді. Осындай шаруалар жасап жатырмыз. Алдында да өзіміздің ауыл шаруашылық неміз бар еді. Бүгінгі таңға кішкене расширение болсын деп қорық площадкасын да салдық. Жаңағы репродукция да бар бізде. Әрмен қарай күнде күн қазір мына рынок сбыты болсын деп жаңағы тушенка, жаңағы полуфабрикат жасап шығарып жатырмыз. Жаңа жобаның жалпы құны 550 миллион теңгені құрайды. Жылына 4680 консерві өнімін, 300 тонна жартылай фабрикатты шығарады. Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде 60 жаңа жұмыс орны ашылды. Дайындалған өнімдер ең алдымен жергілікті нарықта қолданылады. Бұл өз кезегінде консервіленген ет өнімдерін сырттан тасымалдамай, тұтынушыларды өзіміздің өніммен қамтуға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысының бізге берген тапсырмасы мынау сырттан келетін еттерді азайтып, өзіміздің сыртқа шығаратын экспортқа еттердің көлемін көбейту. Енді сол тапсырманы орындау барысында өңірімізде енді біраз жұмыстар жасалынып жатыр. Кәсіпорынның шұжық цехын ашу жоспары да бар. Алдағы уақытта ысталған ет өндірісін қолға алу көзделген. Өнімдер ішкі нарықта сатылатын болады және көрші елдерге де экспортқа шығарылмақшы. Ануарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Үй кезегінде тұрған 54 ақтөбелікке Қазақстан ипотекалық компаниясы желісі бағдарламасы бойынша баспана берілді. Конституция күніне орай өткен шарада жаңа қоныс иелеріне пәтер кілттерін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев табыстады. Ол кезекке тіркелген тұрғындарға жыл соңына дейін тағы да жаңа баспаналар берілетінін айтты. Нұрлы жол бағдарламасы бұл халықты қолжетімді баспанамен тиімді шарттар бойынша қамтамасыз ететін мемлекеттік механизмдердің бірі. Жаңа пәтердің иелері жалдамалы тұрғын үйге кезекке тіркелген қала тұрғындары. 3 қабатты үй мектебі мен балабақшасы бар, халық көп шоғырланған ауданда орналасқан. Үйде жедел саты жұмыс жасайды. Коммуникациялар тартылған. Өткен 7 айдың ішінде біз 270 мың шаршы метр пәтерлер бердік. 1700 жанұяға. Енді мақсатымыз жылдың аяғына дейін ең кем дегенде 5000 ақтөбеліктер пәтер алу керек. Оған енді қазір біздің барлық мүмкіндігіміз бар. Осы мынау батыста, анау Нұрақтөбеде, тағы да басқа жерлерде пәтерлер салынып жатыр. Бұйырса жылдың аяғына дейін барлығы іске қосылады. Кезекте тұрған кісілер сол пәтерден алады. 2 бөлмелі пәтер кілтін алғандар қатарында Райымқұловтар отбасыда болды. Екеуі де мемлекеттік қызметкер, бір бала тәрбиелеп отыр. 6 жыл кезекте тұрып, 67 шаршы метрлік баспананың иелері атанды. Өте қуаныш толқып тұрмын әрине. Сондай-ақ бұл жалпы 20 жылға төлейміз, 62 мың теңгеден. Бізді барлық шарттары келістіреді, келісеміз. Жалға беру келісім шарты 20 жылға жасалады. Бұл үйдің 1 шаршы метрінің құны 879 теңге. 50 шаршы метрі 45-47 мың теңгені құрайды. 3 бөлмелі пәтер 79 мың теңге. 5 жылдан соң жалға алушы тұрғындар пәтердің қалған ақшасын төлеп, мезгілінен бұрын сатып алуына болады. Үйдің құрылысымен айналысқан бас мердігер Алым инженеринг серіктестігі. Жалпы құны 508 миллион теңгеден асты. Жалпы бұл пәтерлер жалдамалы, сатып алу құқығымен жалдамалы үйлер, яғни ай сайынғы төлейтін ақша болашақ квартираның үйдің бағасынан шегеріледі. Айта кету керек, облыстың құрылыс секторы қарқынды дамып келеді. Биыл жыл басынан бері өңірде 247,7 мың шаршы метр тұрғын үй немесе 1780 пәтер пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін 580 мыңдай шаршы метр тұрғын үйді немесе 5 мың пәтердің кілтін тапсыру көзделген. Ал Қазақстандық ипотекалық компания желісі бойынша 670 пәтер беру жоспарланып отыр. Венера Серғазина, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе.
Үй құрылысына қажетті бұйымдар енді Ақтөбеде де шығарылады. Бүгін облыс орталығында үй құрылысы комбинаты іске қосылды. Кәсіпорынның ерекшелігі сол, баспана тұрғызуда қолданылатын іргетасты, қабырғаларды дайын күйінде шығарады. Бұл тиісінше тұрғын үй бағасының құнын төмендетуге септігін тигізеді. Комбинаттың ерекшелігі туралы тілшіміз Әнуарбек Мырзатайұлы айтып береді. Конституция күні ашылған үй құрылысы комбинаты Қазақстанның үдемелі индустриалды даму бағдарламасы аясында салынды. Айта кету керек, бұл жоба мемлекет пен жекеменшік серіктестік аясында Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесе отырып жүзеге асырылып, оған мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілді. Біздің енді негізгі арманымыз, мақсатымыз осы комбинат жылына ең кем дегенде 50 мың шаршы метр тұрғын үй, 20 мыңға жуық осы құрылысқа керек бұйымдарды шығарса, онда ең бірінші біздің мына Ақтөбе қаласының, одан кейін Ақтөбе облысының, жалпы Қазақстанның құрылысы дамиды деп. Қазіргі бірінші кезекте бұл комбинат біздің осы өңірге жұмыс жасайды. Зауыттың қуаты 50 мың шаршы метр тұрғын үйді құрайды. Бұл 19 қабатты, 2 кіреберісті үй салуға мүмкіндік береді. Жалпы комбинатты іске қосу өңірде тұрғын үйге қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Ал шығарылатын өнім сапаның әлемдік стандарттарына жауап беретін болады. Өндірісте шетелдік технологиялар мен құрал жабдықтар қолданылуда. Серіктестік басшылығы өкілдерінің айтуынша, жаңа кәсіпорын тұрғын үйді 100% қазақстандық мазмұнда салуға мүмкіндік береді. Бұл енді 1 шаршы метр бағасын 30%-ға төмендетеді. Басқа үй неге қарағанда түріне жылдамдығы 1,5 есе асады. Тез құрылатын болады үй. Енді және де осы үй құрылыс комбинаты үкіметтің арқасында салынған. Бізге инфрақұрылым жүргізілді. Үй құрылысы комбинаты өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасын жүзеге асыру аясында қолданылатын сыртқы және ішкі қабырға панельдерін, еден плиталар, баспалдақтар және басқа да өнімдерді шығарады. Алдағы уақытта сыртқы нарыққа шығуы ықтимал. Шығарылатын өнімді пайдаланудағы негізгі артықшылықтың бірі құрылысты 1,5-2 жылда аяқтауға мүмкіндік береді. Құрылыстың өзіндік құнын 30%-ға дейін төмендетіп, сапасын арттырады. Жаңа кәсіпорында 100-ден астам жаңа жұмыс орындары да ашылды. Комбинатта шығарылған алғашқы өнімдер Нұр Ақтөбе ауданында салынып жатқан құрылыстарға қолданылатын болады. Қазірдің өзінде осында арнайы желі бөлінген. Болашақта бұл жерде 9 қабатты жаңа үй бой көтереді. Бүгін жаңадан бой көтеретін көп қабатты тұрғын үйдің іргетасы қаланып, болашаққа жолданған хат капсулаға салынды. Жоба бойынша мұнда 9 қабатты үй болады. Баспана кезегінде тұрған азаматтарға берілмек. Құрылыс жүргізетін компания басшылығының мәлімдеуінше, комбинатта шығарылған өнімнің қолданылуы тұрғын үй бағасына да оң әсер етеді. 2 подъезді үй болады, панельный, домостроительный шыққан панельден салынайын деп отқан бірінші үй болады. Мынарда 88 пәтерлі, соның ішінде 52 пәтер бір комнатты, 32-сі 2 пәтерлі, бір комнатты, 2 квартира бар, 3 комнатты квартира. Каждый полуторкілердің несі көлемі 40 шаршы метрден, 2 бөлмелі үйлер, ол 60 шаршы метр үйлерден, 3 комнатты квартира, ол 80 квадрат метр. Әнуарбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Ата заңымыздың 21 жылдығында Кірпішті ауылында нөмірі 18 жаңа мектептің салтанатты түрде ашылуы болды. Бұған дейін Кірпіштінің 800-ге жуық баласы ескі мектепте 3 ауысымда оқыған болатын. Ескі мектепте күрделі жөнделген, онда да сабақтар өткізіледі. Ал жалпы құны 491 миллион теңге болатын жаңа мектептің құрылысы мерзімінен бұрын пайдалануға берілді. Бас мердігер Элит строй сервис Ақтөбе серіктестігі мектеп құрылысын былтыр бастаған болатын. Жалпы құны 491 миллион теңгеден асатын мектеп жобасы уақытында аяқталып, енді міне 1 қыркүйек білім күнін Кірпіштің оқушылары 3 қабатты су жаңа мектепте қарсы алғалы отыр. Ғимарат заманауи талапқа сай, кең кластар, спорт залы барлығы қарастырылған. Бұл күні ата-ананың да баланың да қуанышында шек болмады. Жаңа мектеп ашылды, өте қуаныштымын. Жақсы оқыдым, енді жалғастыруға дайын. Мектеп ашылғанына өте қуанып тұрмыз. Біздің өзімнің қызым 3-ші класста оқиды, жаңа кабинеттерде оқитын болды, соған өте қуаныштымыз.
Кірпішті ауылы тұрғындарының қуанышын бөлісуге облыс қала басшылығы да келді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бүгін ауыл тұрғындарының армандары орындалған күн деді. Тек қана біздің облыста осы жылы 6 мектеп ашылады. Енді мынау өткенге кішкене былай қарайтын болсақ, осы 25 жылдың ішінде Қазақстанда 1000-ға жуық мектептер ашылған. Осының барлығы біздің мемлекетіміздің болашаққа деген, мемлекетіміздің білімді азаматтарының көп болуына, мемлекетіміздің тезірек 30 дамыған елдің қатарына қосылуына жасалып атқан жұмыстары. Мен мына сіздердің аттарыңыздан, облыс басшылығының атынан, мынау Элитстрой Ақтөбе компаниясына үлкен рахмет айтамыз. Ескі мектепке де жөндеу жасалып, жергілікті бюджеттен қосымша қаражат бөлінді. Онда да білім процесі жалғаса бермек. Венера Серғазина, Нұрбек Отаров, Қазақстан, Ақтөбе. Сондай-ақ мереке күні Ақтөбе іргесіндегі Қарғалы ауылында жаңа балабақша пайдалануға берілді. 320 балаға арналған мектепке дейінгі ұйым уақыт талабына сай бой көтерген. Жаңа нысанның пайдалануға берілуі осы елді мекен бойынша балабақша кезегінде тұрғандардың санын азайтуға септігін тигізді. Салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Жарқын бала балабақшасы өз есігін айқара ашты. Құрылысы 1 жылдан астам уақытқа созылған мектепке дейінгі ұйым республикалық бюджеттен бөлінген қомақты қаржының көмегімен бой көтерді. Салтанатты ашылу рәсімінде сөз сөйлеген облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алдымен барша жиналғандарды Конституция күнімен құттықтап, жаңа нысанның осы ауыл үшін маңыздылығын атап өтті. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев әрдайым балаларға үлкен көңіл бөлінеді. Мемлекетімізде жүзеге асып жатқан балапан бағдарламасы соның дәлелі болып есептелінеді. Биліктің алдында тапсырма қойылған 2020 жылға дейін балабақшаға кезекке тұрған балдарды толығымен балабақшамен қамтамасыз ету жөнінде. Қазіргі таңда бұл тапсырма Ақтөбе қаласында 87%-ға орындалып отыр, облыста 90%. Балабақша аумағы 1,13 гектар болатын жерде орналасқан. Қазіргі заманға сай технологиялық және ойын құрал-жабдықтармен жарақталған. Жиһаздары мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған. Барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келеді. Мекемеде қазақ тілінде білім беретін 16 топ бар. Оның 2-і тілінде мүкісі бар балаларға арналған. Көркейтілген алаң шағын архитектуралық формалармен, шатырлары бар спорт ойын алаңдарымен жабдықталған. Осы мына мекен жайына байланысты, осы Заречный, мына Желянка, Қарғалы ауданы дейміз ғой. Сол балдарды аудармамен, переводпен осында келеді. Қазіргі таңда толық балдар 16 топ бұйыртса жұмыс жасаймыз. Қызметкерлер де толық. Қарғалы елді мекенде балабақшаға деген қажеттілік әуелден туған еді. Себебі мектеп жасына дейінгі балалардың саны жыл өткен сайын өсіп келеді. Осы ұйыммен осы ауылда 2-ші балабақша пайда болды. Нәтижесінде кезекте тұрғандардың санын азайтуға септігін тигізіп отыр. Алайда қалалық білім бөлімі мамандарының айтуынша, дәл осындай тағы бір нысан қажет. Шамамен 2019 жылдары бой көтереді деп күтілуде. Дегенмен осының өзі бұндағы тұрғындар үшін мереке күні жасалған үлкен сый болды. Осындай жаңа садиктер ашылатқанына өте қуаныштымыз. Көптен күткен садигіміз. Баламызды осы садикке алып келеміз, және де жақсы үлгілі білім алады деген ойдамыз. Бақыт сыйлаған, жамандыққа қимаған, арнап сәби сезімді, сүйеміз біз өзіңді. Отан, ана, сүйеміз біз өзіңді. Салтанатты шараға қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бүгін күні өңір бойынша 36 мыңнан астам баланың балабақша кезегіне тұрғанын айтты. Оларды тиісті ұйымдармен қамту үшін елбасының тапсырмалары аясында жаңа нысандардың құрылысы жүргізілетінін жеткізді. Анурбек Мырзатайұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Соңғы уақыттарда Ақтөбеде аула клубтарын ашу, жасөспірімдерді мектептен тыс үйірмелермен қамту жұмыстары белсенді жүргізіле бастады. Бүгін облыс әкімінің қатысуымен ашылған жаңа спорт алаңы осыған дәлел. Бердібек Сапарбаев мұндай воркаут алаңдар болашақта әрбір үйдің ауласында болатынын айтты. Спорттық алаңда жаттығуларға арналған 25 белтемір бар. Ресми мәліметтерге сүйенсек, қазір қазақстандықтардың 75% спорттың осы түрімен айналысады. Ал Ақтөбеде воркаут спортшылар саны әзірге 300 адам. Облыс орталығында 10 алаң жұмыс жасап тұр. Оның 6-ы демеушілердің көмегімен ашылса, 4-еуі ұлттық олимпиада комитетінің және стрейт воркаут Қазақстандық федерациясының қаражатына салынды. Орташа есеппен мұндай бір алаңның құрылысы мен толық жабдықталуына 5 миллион теңге жұмсалады. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында 10 воркаут алаңы салынды. Біздің ойымызша
егер қазір бір 50-60 бала келетін болса, келешекте ойлаймыз ең кем дегенде 500 мыңға дейін балдар осында келіп, өзінің денсаулығын нығайтады. Ең негізгісі балдар ішімдікпенен, нашақорлықпенен, басқа да жағымсыз заттарменен айланыспайды. Ең бірінші өздеріне керек, ата-аналарына керек, қоғамға керек осындай спортпен айналысады.